Қытай мен Америка ортасында чип соғысы болып жатыр. Америка Қытайға бүкіл микрочиптерді экспорттайтын үлкен компаниялардың бәріне тыйым салды. Енді Қытай ең қарапайымы бүкіл жасанды ақыл парасат осы мәселеде тұтасымен салданатын халге түсті. Яғни Қытай жасанды ақыл парасат және өздігінен үйренетін, өзін өзі жетілдіретін жасанды ақыл парасаттың микрочиптерін ендігәрі Америкадан ала алмайтын болды. Бұл жасанды ақыл парасат десе түсінбейсіздер. Мен образдап айтайын. Мысалы, сіз алматылықсыз. Google картаны пайдаланасыз. Google картаны. Бұрын сіз жаңағы, мысалы, тау жақтан, Әл-Фараби жақтан анау, былайша айтқанда, Әл-Фараби Розыбакидегі мегадан Көкбазарға немесе орталық мешітке келгелі жатқанда сізде екі түрлі таңдау бар. Розыбакимен тіке түсесіз де, Райымбек даңғылына дейін түсесіз. Розыбаки даңғылы бір бағытта. Сөйтіп, Райымбек даңғылынан шығысқа қарай жүріп отырып, Көкбазарға не орталық мешітке келесіз. Бұл бірінші жол. Екінші жол, Әл-Фарабименен зырлайсыз. Әл-Фарабимен зырлағаннан зырлап отырып, достыққа дейін келіп, достықтан төмен қарай түсесіз. Бірақ сәл пробка. Үшінші жол, Әл-Фарабимен зырлап, Көктөбенің астындағы туннелден өтіп, одан айланып кеп саяхатқа кеп түсесіз. Бұл үшінші жол. Енді жаңағы жасанды ақыл парасат, Google'дың жасанды ақыл парасаты осы жолдарды өздігінен жетілдіреді. Ол бірінші кезекте саған Розыбаки, Райымбек даңғылы, Розыбакиден Райымбекке, Райымбектен Көкбазарға баратын жолды көрсетсе, ол осы жолдан жүретін адамдар Google көрсетіп тұрғанда қарамай қайта-қайта Әл-Фарабимен жүретін болса, онда ол ендігі кезекте өзін өзі жетілдіріп, ендігі адамдарға ана Әл-Фарабимен жүретіндер көп па, Розыбаки, Райымбекпен жүретіндер көп па, санын санайды. Екінші, Әл-Фарабимен жүргендердің уақыты тез ба, Розыбакимен жүретіндер уақыты тез ба, санын санайды. Сөйтіп статистика жасап, ол саған ананы жетілдіріп отырады. Және ол Спутник пен Алматының жағдайын жасанды ақыл парасат өздігінен жетілдіріп, саған ең ұтымды жолды өздігінен көрсетіп отырады. Міне, бұл жасанды ақыл парасат. Бұл тек ең қарапайым мысал. Ал енді ол жасанды ақыл парасат ары қарай кете береді. Адамдардың қолданатын дәрісі. Төлегенде қай дәріге төледің? Телефоныңның камерасы ашық, сен қандай дәріні пайдаландың? Мысалға, сен телефоныңды бір фотоға түсір, асқазан туралы дәріні. Ертең бүкіл Фейсбуктың, бүкіл электрондық поштаң асқазан туралы дәрі келеді. Немесе телефон фотоңа сен алдыңда бір спорттық жаңа шынығатын бір көтеретін ба, шынығатын бір аспапты түсірдің. Ертең саған бүкіл спорттық шынығу туралы жарнама келеді. Фейсбугыңа да, Гуглыңа да, бәріне де. Міне, бұның барлығы жасанды ақыл парасат, соның барлығын өздігінен жетілдіріп отырады. Мысалы, анау біреу көрді, ол ән күйге әуес, оған жібер. Анау рокқа әуес, мынау домбыра, анау саксофонға әуес. Соның әрқайсысына өзі қызығатын саланы жіберіп отырады. Міне бұл жасанды ақыл парасат. Гуглыңда де, Фейсбугыңда де, Инстаграмыңда да, электрондық поштаңда да, бәрінде осы жасанды ақыл парасат. Енді осы жасанды ақыл парасатты контролдайтын микрочипті Қытайға экспорттау тоқтатты. Міне менің айтатын сөзім. Енді Қытай қысқасы тотиып отырады. Тотиып отыр. Менің айтатыным, Қытай мен Америка ортасындағы жоғарғы технологиядағы сайыс басталды. Бірақ осы туралы көзқарасымды журналистер сұрағанда айттым. Неге енді? Неге бұрын емес? Неге тек микрочип? Неге бүкіл сала бойынша? Кеше Азат Азия радиосына сұхбат бердім, кеше. Сонда айттым, неге Қытаймен болатын бүкіл экономикалық қатынас түзбейді дедім. Бүгін микрочипті тиіп қояды, ертең бірдеңені тиіп қояды, арғы күні Қытайға мороженое сатпайық, аның күні дамбал өткізбек тақпай, сол қашанға жалғасады? Неге Қытайды бүкіл басы бүтін блоктамайды? Бұл жерде тағы бір әңгіме тұр. Үлкен триллионер алпауыттардың ақшасы тұр. Мысал, Элон Масктың зауыты Қытайда. Енді Элон Маск Қытайға тікелей Спутниктен ұялы телефонға жалғасатын Wi-Fi-ді тарата ма, таратпай ма? Таратса, зауыттың банкрот болады, миллиардтап зиян шегеді. Таратпаса, пайда табады. Таратса, Қытай интернеттік бұғаттан құтылып, Инстаграмды, Фейсбукты, Твиттерді, Ютубты көріп, Қытай компартиясы бұғаттап отырған бүкіл сайттарды ашалады. Мүмкін демократиялануына пайдасы тиеді.
Бірақ бұл алпауыттар, біз тек Элон Маск айтты. Безбуктың де о жақта мүддесі бар. Гугліңе заказдар түседі. Олар IT мамандар заказ жасап береді. Ал басқа қалған киім кешек, өндіріс, азық-түлік, тасымал, анау мынау бүкіл бизнестің барлық саласында байланыс бар. Ең сұмдығы. Қытай аяқ астынан Америкаға қаратып, come on baby, мен мына тәтті кәмпит жеші деп Америкаға кәмпит ұсынды. Қандай кәмпит? Бұғанға дейін Нью-Йорк қор биржасында қытайлық ұлттық компаниялардың, яғни артында Қытай коммунистер тұрған, қолдан жасалған миллиардерлердің ішінде Alibaba бар, Джек Масы бар, анау Қытайдың жаңағы Пили бар, жаңағы көп жаңағы корпорацияларының қор биржасындағы тексеруін Американың арнайы жарна базарының тексеруіне Қытай келіспей отыратын. Енді осыны Гонконгте сол жарнаға шығаруына және Американың тексеруіне Қытай рұқсат берді. Бұл Қытайдың Америкамен ымырасы ма? Жоқ, Америка Қытайға жол берді ма? Жоқ, Қытай Америкаға жол берді ма? Бірақ тағы да сол ақша мәселесінде бұлар одақтаса бастады. Бірақ чипті тиіп қойды. Адамдық құқық мәселесінде. Сондықтан бұл жерде мен қазақтарға бір нәрсені айтам. Батыс сені құтқарушы періште емес. Батыс сені құтқаратын періште емес. Батыстың саясаты өзгеріп тұрады. Жаман қатынның бүгін көл ертең шөл боп, бұрқ-сарқ етіп, жаман қатынның мінезі күніне 40 құбылған сияқты батысыңның саясатта 40 құбылып тұр. Оған бірінші керегі мүдде, ақша, алпауыттардың мүддесі. Егер Қытай коммунистері немесе Ресейдің диктаторы Путин триллиондаған пайда беретін бір бизнесті бастаса, анау Ресей мен Қытайдың істеп жатқан зұлымдығын олар көрмей-ақ қояды. Тек медиаға шығып, біз Ресейдің және Қытайдың мына мәселеде мұндай зұлымдығына қатаң наразылық танытамыз деп қояды. Болды сонда. Қатаң наразылық танытамыз дегеннен не шығады? Ештеңе шықпайды. Ол сені қырғыннан құтқара алмайды. Бейне Оспан Батырды атып тастады. Америка сол кезде Оспан Батырды құтқара алатын еді. Себебі Қытай компартиясымен сол кезде Америка одақ болатын. Жапонға қарсы одақ болған. Жапонға 2 атом бомба тастағанда Қытай жерінен ұшқан сол ұшақ. Бірақ Оспан Батырды құтқарған жоқ. Оспан Америкаға оқуға жіберген, ертеңгі құратын мемлекетіміздің қайраткері болады деп Америкаға оқуға жіберген қазақтың бәрін Америка Қытайға қайтарып берді. Оның бәрі Қытайға барғаннан қамалып өлтірілді. Оспанды Қытай атты. Сондықтан мен қазақтарға айтам, Америка сені көктен түскен Иса пайғамбар жерден шыққан мәді боп құтқармайды. Еуропа да сені құтқармайды. Сен осы Еуропа, Америка, Қытай, Ресейдің ортасында отырып, сенің өзің қу болу керексің. Ана 4 алпауыттың, Ресей, Қытай, Еуропа, Америка. Сол алпауыттардың мүдделі қақтығыстарының ортасынан қазаққа пайдалы жерін ұстап қаламыз. Болды. Ешкіні апа дейміз, текені жезде дейміз. Бетегеден биік боламыз, жусаннан аласа боламыз. Сөйтіп қазақты аман сақтап қалсақ, болды.